Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы спирттер, бір атомды және көп атомды спирттер номенклатурасы және олардың физикалық және химиялық қасиеттері. Бүгінгі дәрістің жоспары спирттердің изомериясы, классификациясы, номенклатурасы және олардың алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері және олардың қолданылуы. Спирттер бұл көміртектердің туындылары. Олардың молекулаларында бір немесе бірнеше гидроксил топтары OH бар және олар қаныққан көміртек атомдарымен sp3 пен байланысқан. Спирттердің жалпы формуласы ROH. Бір гидроксил тобы бар спирттер үшін. Спирттердің практикалық маңызы зор. Олар органикалық синтезде және полимерлерді, полиэфирлер, полиуретандар, поликонденсация әдісімен өндіруде кеңінен қолданылады. Сондай-ақ беткі, белсенді және жуғыш заттар, парфюмерия, косметика, медицина, тұрмыстық химия салаларында пайдаланады. Спирттердің жіктелуі. OH тобының санына қарай бір атомды спирттер, көп атомды спирттер деп бөлінеді. Бір атомды спирттер бір ғана OH тобы бар, мысалы метанол, этанол, пропанол және тағы басқа. Ал көп атомды спирттерге екі немесе одан да көп OH топтары бар. Соның ішіне этиленгликол жатады. Көп атомды спирттердің заманауи атауы полиолдар, диолдар, триолдар және оған глицерин жатады. Гидроксил тобының байланысқан көміртек атомының түріне қарай біріншілік спирттер, екіншілік спирттер және үшіншілік спирттер болып бөлінеді. Оттек атомымен байланысқан радикалдардың құрылымы бойынша спирттер бөлінеді. Қаныққан алканолдар және циклоалканолдар. Оларға циклобутанол және циклогексанол жатады. Қанықпаған алкинолдар, циклоалкинолдар және хош иісті. Спирттердің номенклатурасы. Жүйелі атаулар көміртек атауына негізделген, одан кейін ол жұрнағы және гидроксил тобының орнын көрсететін сан беріледі. Мысалы, метанол CH3OH, этанол C2H5OH, пропанол CH3CH2CH2OH. Пропанол 2, мұнда гидроксил топшамыз екіншілік көміртек атомында орналасқан. CH3 және OH. Көп атомды спирттердің полиолдар атауларында гидроксил топтарының орны мен саны сәйкес сандармен және жұрнақтармен диол 2 OH тобы, триол 3 OH тобы және тағы басқа көрсетіледі. Мысалы, этандиол 1-2, этиленгликол. Бұл жерде гидроксил топшамыз біріншісі және екінші көміртек атомдарында орналасқан. Пропан-триол 1-2-3, глицерин. Бірінші, екінші және үшінші көміртекте гидроксил топшалары орналасқан. Спирттердің изомериясы. Спирттерде OH тобының позициясының изомериясы және көміртек қаңқасының изомериясы және де олар эфирлермен класс аралық изомерия болады. OH тобының құрылымы. Спирттердің қасиеттері гидроксил тобының құрылымымен, оның химиялық байланыстарының табиғатымен, көміртек радикалдарының құрылымымен және олардың өзара әсерімен анықталады. Оттек пен сутек және көміртек пен оттек байланыстары полярлы ковалентті. Бұл оттегінің 3-5, сутегінің 2-1 және көміртегінің 2-4 электротегістілігінің айырмашылығынан туындайды. Екі байланыстың электронды тығыздығы оттегінің электртерістік атомына қарай ығысады. OH гидроксил тобының электрондық әсері. Гидроксил тобы көміртек радикалына қатысты теріс индуктивті әсер көрсетеді және спирттерде электронды тартып алатын орын басушы ретінде әрекет етеді. OH тобы sp2 көміртек атомда орналасқан фенолдарда индуктивті эффектісінен басқа ол оң мезомерлік эффект көрсетеді. Бензол сақинасының пи-конъюгация жүйесіне оттегінің жалғыз электронды жұбын қамтамасыз етеді. Физикалық қасиеттері спирттердің. Су молекулалары мен сутектік байланыстарының түзілуі гидроксил қосылыстарының суда ерігіштігіне ықпал етеді. Суда ерігіштігі көміртек радикалының ұзындығының ұлғаюымен және көп атомды гидроксилді қосылыстардан бір атомдағы дейін төмендейді.
Метанол, этанол, пропанол, изопропанол, этиленгликол және глицерин барлық пропорцияда сумен араласады. Төмен қайнайтын спирттер жанғыш болады. Метанол, этиленгликол және фенолдар өте улы болып келеді. Спирттердің химиялық қасиеттері. Бірінші, қышқылдық қасиеті. Бір атомды спирттер белсенді металдармен, соның ішінде натрий, калий, магний, алюминий және тағы басқа элементтермен әрекеттесіп, тұздар, алкоголяттар түзеді. Бір атом спирттердің қышқылдығы келесі ретпен төмендейді. С3H төмен біріншілік спирттен, біріншілік спирт екіншілік спирттен, екіншілік спирт үшіншілік спирттен. Көп атомды спирттер этиленгликол, глицерин және тағы басқа атомдардың өзара әсерінен OH топтарының индуктивті әсері бір атомды спирттерге қарағанда күшті қышқылдар болып табылады. Олар тек белсенді металдармен реакцияда ғана емес, олардың гидроксидтерінің әсерінен де тұз түзеді. Спирттердің тотығуы. Гидроксидті қосылыстарды тотықтыру үшін марганец 4 валентті және марганец 7 және хром 6 валентті металл оксидтері купрум, цинк, аргентум және тағы басқа катализатордың қатысында жүреді. Біріншілік спирттер тотыққанда альдегидтер түзеді. Содан кейін олар карбон қышқылдарына дейін оңай тотығады. Екіншілік спирттер тотығып кетон түзіледі. Спирттердің тотығуы. Үшіншілік спирттер тотықтырғыштарға төзімдірек. Біріншілік спирттер қышқылды, бейтарап және сілтілі ортада тотығатын болса, үшінші реттік спирттер тек қатал жағдайларда, қышқыл ортада және жоғары температурада әрекеттеседі. Бұл молекуланың көміртегі қаңқасының ыдырауына және аз көміртек атомдары бар карбон қышқылдары мен кетондардың қоспасының түзілуіне әкеледі. Көп атомды спирттер тотығу кезінде әртүрлі заттар түзеді, өйткені бір немесе бірнеше гидроксил топтары әрекеттесе алады. Тотығу өнімдерінің құрамы полигидрокси қосылыс молекулаларындағы OH топтарының өзара орналасуына және тотықтырғыштың табиғатына байланысты. Көршілес көміртек атомдарында OH топтары бар қосылыстар 1-2 диолдар, 1-2-3 триолдар және тағы басқа оңай тотығады. Жағдайларға байланысты олардың тотығуы көміртек қаңқасының көміртек пен көміртек байланыстарының сақталуымен немесе олардың үзілуімен көміртек қаңқасының толық жойылуына дейін жүреді. OH тобының орын басу реакциялары. Спирттердегі OH тобын нуклеофильді реагентпен алмастыруға болады. Коваленттік байланыс түзу үшін жұп электрондарды қамтамасыз ететін бөлшек хлор ионы, бром ионы, йод ионы, радикал оттек ионы, сутек, азот ионы, радикал 2N ионы тағы басқа. Радикал X түзілуіне катализатор күшті қышқыл немесе концентрлі H2SO4 ықпал етеді. Спирттер әлсіз негіздердің қасиеттерін көрсетеді. Реакция механизмі эсен нуклеофилді алмастыру болып табылады. Нуклеофил хлорид анионын OH тобын ауыстырады. Спирттердің дегидратациясы. Спирттердің молекулашілік дегидратациясы жоғары температурада жүреді және алкендерді түзеді. Спирттердің молекулааралық дегидратациясы молекулашілік реакцияға қарағанда төмен температурада эфир түзеді. H2SO4-тің және 140 градуста. Спирттердің тотықсыздануы. Қаныққан спирттер көміртек пен OH байланысындағы көміртек атомының тотығу дәрежесі төмендей отырып, каталитикалық гидрлеу арқылы көміртектерге дейін тотықсызданады. Мысалы, метанол С3H-та 3-тен метан С4-ке дейін тотықсыздану судың бөлінуімен OH тобын сутек атоммен ауыстыру ретінде жүреді. Қанықпаған спирттер көмір-сутек радикалын тотықсыздандырып, қос байланысқа сутегін қосу арқылы гидрлеуден өтеді. Реакция қалыпты қысымда және аздап қыздырғанда оңай жүреді. Гидроксил тобы сақталады, нәтижесінде қаныққан спирт түзіледі. Никель катализаторын қатысуында және температураның қатысуында гидрлеу реакциясы жүреді. Екіншілік және үшінші реттік спирттер сәйкес алкендердің қышқыл гидратациясынан түзіледі. Симметриялы емес алкендерге суды қосу арқылы Маркони ережесі бойынша жүзеге асады. Спирттер
сирек фенолдарды алу үшін галогенді көмірсөттердің сілтілі гидролизі арқылы да алынады. Спирттердің қолданылуы: метанол, метил спирті, CH3OH, формальдегид, құмырсқа қышқылын өндіру, еріткіш ретінде этанол этил спирті, C2H5OH, бұл сірке альдегидін, сірке қышқылын, бутадиенді, эфирлерді және күрделі эфирлерді алу үшін қолданылады. Бояғыштарға, дәрі-дәрмектерге және парфюмерияға арналған еріткіш ретінде де қолданылады. Алкогольдік сусындарды өндіруде қолданылады. Медицинада да дезинфекциялаушы ретінде қолданылады. Қозғалтқыштарға арналған отын, мотор отынына қоспа ретінде де қолданылады. Этилен гликол HO-CH2OH пластмасса өндірісінде антифриз компоненті ретінде, органикалық синтездегі шикізат ретінде қолданылады. Ал глицерин фармацевтикада және парфюмерия өнеркәсібінде тері мен матаны жұмсартқыш ретінде, жарылғыш заттарды өндіру ретінде де қолданылады. Қолданылған әдебиеттер тізімі: